Мен есікті үнемі құлыптап жүремін, көршілер тура кіріп келе береді, не істесем болады? Үш құлып қойып қойыңыз, кіріп келе алмайтын тұрып. Әрдайым английский замок қойып қойыңыз, ағылшын замогы құлыпын сыртынан ашылмайтын қойыңыз. Шын мәнде аты жоқ, жөні жоқ. Мен айттым, тіпті өз үйіңізде келіннің бөлмесіне, жастардың бөлмесіне кіруде біздің дінімізде тыйым салынған нәрсенің біреу. Неге? Өйткені ол бөлмеде, жастардың бөлмесі, ата-аналардың бөлмелеріне де мынау есейіп қалған жас балалар, бозбала балалар, қыздар мамасының ортасына жатып алып, немесе беталбатты бөлмелерге кіре береді. Бұл сәл жақсы дүние емес. Осыған тәрбие, яғни есікті қағып кіру. Бұл жаңа кейбір кісілерде бар. Мына өзге ұлттар сияқты, бұл бізде қазақта ондай нәрсе жоқ деген қателесесіз. Неге? Өйткені ол үйдегі жағдай сіздің жағдайыңызбен бірдей боламайды. Мен бір жерде осыны айтқанымда, бір үлкен ақсақал маған сіздің сөзіңізге сондай қосылам деді. Неге дегенімде, менің екі үй қатарынан ағам және мен тұрушы едім деді. Сөйтіп, ағам мен тұрған кезінде есікті қақпай бауырымның үйіне жүгіріп келдім деді. Сөйтсем, келін жеңгем үсті жеңіл киімі жоқ күйде отыр екен, мені көрді де арғы бөлмеге тығылды, сол кезде ағам кіре қалды деді. Сол кезде ана әйелінің жағдайын көріп, мені шыққаным, келе жатқанымды көріп, әбден ортамыз бұзылып, семьясы бұзылып кетті деді. Сондықтан сөзіңіздің жаны бар екен. Мен өмір бойына осыдан опық жеп білем деді. Сондықтан айтқан боларым, бұл біреудің үйі болсын, ағайынның үйі болсын, рұқсатсыз кірмеуге тырысамыз.